Сабақтың тақырыбы мәдениеттің қазіргі кезеңдегі дамуы. Сабағымыздың мақсаты ұлттық мәдениет туралы білімді қорытындылау. Ал енді балалар, мәдениетті дамытудағы мемлекеттік басымдықтар, олар ұлттық мәдениет, өзге этностардың мәдениетін сақтау, дамыту, тарихи мәдени мұраны сақтау, қазақ мәдениетінің жетістіктерін насихаттау болып саналады. Мәдениет дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалар бар. Өздерің білесіңдер, 1998-2000 жылдары мәдениетті қолдайтын мемлекеттік бағдарлама, 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы болып саналады. 2004-2006 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарлама болып саналады. 2014 мәңгілік ел ұлттық идеясы ұсынылды. 2017 жылы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының мақаласы жарияланды. Ал енді балалар, осы тақырыбымызға байланысты бейне материалымызды назар аударайық. Мәдениетті қолдауда қандай іс-шаралар жүргізілді? 1998-2010 жылдарға арналған мемлекеттік мәдениетті қолдау бағдарламасы әзірленіп, еліміздің мәдениеті, өнері тікелей мемлекет тарапынан үлкен қолдауға ие болды. 2010 жыл мәдениет жылы болып жарияланды. Елімізде 48 кәсіби театр, 62 концерттік ұйым, 3530 кітапхана, 154 мемлекеттік мұражай, 8 тарихи мәдени қорық мұражай, 2259 клуб түріндегі мекеме, 42 луна парк пен саябақ, 4 хайуанаттар паркі бар. Кино әлемі қандай тарихи туындылармен толықты? Соңғы жылдары қазақ кино өнері қарқынды дамып келеді. Оқушылар, біз бейне материалымызды тамашаладық. Енді тапсырмамызды орындау үшін QR код арқылы топқа бөлінеміз. Топқа бөлінді. Енді бірінші топ Айша Мәрзия Айдана Ботагөз, екінші топ Абарке Ұлжан Ане Қалима Ұлпан. Тездетіп бөлінеміз. Балалар, біздің бірінші тапсырмамыз ол жұптық жұмыс болып саналады. Ол үшін бізге WordWalk платформасы көмекке келеді. Сендерге ссылкасы жіберілді. Сол арқылы кіріп, осы тапсырманы орындаймыз. Жақсы, жарайсың. Анел? Жақсы, дұрыс жауап бердің, жарайсың. Балалар, келесі тапсырмамыз WordWalk платформасы арқылы, карталар арқылы сұрақтар қойылады. Бірінші сұрағымыз: алғаш рет қай елдің театр сахнасында қазақ операсы қойылды? Кім жауап береді? Батыс Еуропа. Жақсы, өте тамаша, жарайсың. Келесі сұрағымыз: қай жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жатыр? Айша. 1989 жылы. Тамаша, жарайсың. Келесі сұрағымыз: қай жылы үш тұғырлы тіл мемлекеттік жобасы басталды? Я, кім жауап береді? Ағарке. 2006 жылы Қазанайында. Өте жақсы, керемет жұмыс. Келесі сұрағымыз: балалар, болашақ бағдарламасы жастарға қандай мүмкіндік жасады? Кім айтады? Я. Айша. Шетелде оқуға мүмкіндік береді. Жақсы, тамаша. Ал балалар, біз күнделікті қолданып жүрген платформа Learning Apps арқылы сөз жұмбақты шешеміз. Сендерге ссылкасы жіберді, соған кіріп, жұппен жұмыс орындайды. Тапсырмасын кім бірінші аяқтады? Ағарке, жақсы.
Кім жауап береді? Мәрзия. Селесия, мемлекеттік география училище. Жіті Маша. Келесі сұраққа кім жауап береді? Я. Ботагөз. Әуезов қазақ мемлекеттік академиялық театр. Тамаша, жарайсың. Сонымен тапсырмамызды аяқтаймыз. Балалар, біз сабағымыздың қорытынды бөліміне де жеттік. Тарихын білмеген ұлттың болашағы бұрынғы. Әр адам өз ұлттық құндылығын дәріптеп, қолда барды паш етуі керек. Осы тұрғыда біз оқушылармен тарихи сонау бақсы заманнан бастау алған номад бекісінен туристік сапар ұйымдастырды. Мына бейнелер сол сапардан үзінді. Бүгінгі сабақтан қандай мәлімет білдіңдер, не үйрендіңдер, қандай әсер алынар, өз ойларды стикерға түсіріп жапсырамыз. Жақсы. Қорытындылай келе, тәуелсіздік жылдары Қазақстан мәдениеті өте қарқынды дамыды. Еліміздің мәдени өмірі жан-жақты өмір сүріп жатыр. Мәдениеттің дамуы ұлттық қайта өрлеумен қатар жүріп, оған қуатты әсер етеді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.